топқа бөлінеміз, ол үшін мына жерге келіп, мына киіз үйге қолдарыңды тығып бір жұлдызшадан аласыңдар. Жарай ма? Біртіндеп келіп ала беріңіз, тез-тез. Орнына тұра беріңіз, орындарына. Тез-тез бір-бірінен алып жолдыңыздар. Теңдік қыздар. Al. İşte жұлдыз бөлінген. Қан балдар, қазір мына қолдарына қызыл жұлдыз алғандар, домбыра тобына қарай өтіңдер, домбыра тобына отырыңдар, көк жұлдыз алғандар, қобыз тобына қарай өтіңдер. Кәнжек топқа бөлініп, демек, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады екен? Домбыра туралы болады екен, өтетін сабағымыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар, домбыра асыл мұра деп аталады мүмкін. Сабағымыздың бөлімінің атауы мәдени мұра. Адамзаттың ақыл ойымен және қолымен жасалған құндылықтардың барлығы мәдениет деп аталады. Ал мұра, аманат, мирас, жәдігер. Жошы аңшыларға қаһарын төгіп, баламды тауып бер деп қарын кісіге іздеді. Баламды өзімен естірткен адамның құлағынан бейнебаян болды. Сол бейнебаян бойынша сендер қазір тапсырманы орындауға керек. Мен сендерге тапсырып беремін қазір.
Осы ақсақ құлан күй мазмұнының негізгі түйіні неде? Құландардың шабысы ма, садақтың тартылуы, домбыраға қорғасынның құйылуы, қаралы хабарда домбыра тілімен жеткізу. Осы таңдаған жауаптың қайсысы домбыраның құрылуын көрсетеді деген баға? Неге дейсіңдер? Ақсақ құланның күйі мазмұнының негізі түйіні қаралы хабарды домбыра тілімен жеткізуі. Және Тұран фольклорлық ансамблінің орындауында тыңдадық ақсақ құлан күйін. Енді сол ақсақ құлан күйін екі нұсқада тыңдадыңдар. Күйдің ерекшеліктерін сипаттаймыз қазір. Мына карточкаға таратайын сендерге. Алыңдар. Осының айырмашылығын және ұқсастығын табамыз екі. Екі нұсқада күйдің ерекшеліктерін сипатта. Қандай ұқсастықтары бар екен? Екеуі ақсақ құлан күйін орындады. Екі күйде де ақсақ құлан күйін тыңдады, ал енді қандай айырмашылығы бар екен? Айырмашылығы жеке бірінші нұсқада жеке орындау болды. Тек қана жеке орындады. Ал екінші нұсқа? Ал екінші нұсқада ақсақ құлан күйінің ансамблін орындады. Қандай аспаптарды естідің сол ансамбльдің құрамында? Сыбызғы, домбыра, қобыз, даңғыра. Өте керемет. Енді балалар қазір шығармашылық жұмыс жасасын. Шешендік өнер сайысын ойнаймыз. Біз қазір алдымен домбыраның жасалу жолдары туралы бейнебаян көріп алайық.
Домбыраның құрылымы. Мына жер құлағы, мойны, пернесі, шегі және шанағы, тек басы. Ән өзі және орындау. Бүгін біз өтетін әніміз қасиетті домбыра әні. О да Бейсенованың қасиетті домбыра әні. Қазір осы әннің сөзін таратып шығамын. Сендерге балдар, сосын бәріміз қосылып орындаймыз. Қазір мен халық күйі келіншекті орындаймын, сендер қолдарындағы сылдырмақтарымен, тұяқтастарымен, мінекей қазір көреміз, ұлттық аспаптарда балалар қалай меңгерген. Ұстаңдар қолдарына, маған қосыласыңдар. Сабағымыздың соңында маған кері байланыс беріңдер. Бұл 2 жұлдыз 1 тілек деген мынандай карточка осыны таратамын сендерге. Сендер маған толтырып бересіңдер. Домбыра туралы қосымша аңызды оқып, дәйектейлік, қасиетті домбыра әнін жаттап орындау.